Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Жаңалықты бастамас бұрын арнаға міндетті түрде тіркеліп лайк басып кетеміз достар. Сіздердің тіркелгендеріңіздің біздің ары қарай дамуымызға өте әсерін күшін тигізеді. Ал достар, енді жаңалықтарды айтып өтейік. Петропавл қаласында нөмір 4 мектепте төтенше жағдай болды. 9 сынып оқушысы бір мектепке балта мен пышақ әкеліп сабақ басталар алдында жоғары сынып оқушыларына шабуыл жасаған екен. Шабуыл туралы ақпарат пабликтерде пайда бола бастады. Онда 9 сынып оқушысының мектепке балта мен пышақ әкеліп әжетханада бетперде киіліп алып басына дәлізге шығып 3 оқушыны жарақаттаған екен. Жарақаттанған балалар 9-10 сынып оқитын оқушылар екен. Полиция қызметкерлері кәмелетке толмаған жаңағы баланы ұстапты. Бұл факт бойынша қылмыстық кодекстің 24 бабының 3 бөлігі, 99 бабының 2 бөлігі, 1 және 14 тармағы адам өлтіруге оқталу бойынша сотты тергеу басталды. Так что балалар, бұл деген сұмдық қой. Оқушы баланың осындай неге қадамға бару не себеп деп ойлайсыз? Психикалық ауытқулары бар шығар. Бізде Қазақстанда, яғни мектептерде психологтар жұмыс істеп жатыр ма? Осы мәселені көріп отырған мектеп басшылары болсын, директорлар болсын, бұл мәселені жайдан жай қалдырмай, басқа бұндай қайталанбас үшін қозғауларыңызды, мектептеріңізде қозғауларыңызды өтінеміз. Колледждерде болсын, университеттерде болсын, мүмкін балаларды жоғарғы сынып балалары тиіскеннен, ақша сұрағаннан мүмкін, туындағаннан да болу мүмкін. Баланың психикасы бұзылып, таяқ жеп жүріп, мысалы, күнде ақша сұрай берсе, таяқ жеп жүріп, ол өшін қайтару үшін осындай мәселеге баруы мүмкін. Осы жайтты да қарағанымыз дұрыс деп есептеймін. Бұл мәселені ешқашан қайталамас үшін мектеп арасында болсын, колледж арасында, универлер арасында үлкен жиындар өткізу керек, балаларға түсіндіру керек. Ауытқуы бар балалар болса, бірден білетіндей жайдан жай қарамай, оларға психологтарға міндетті түрде жұмыс істеу керек деп санаймын. Достар, арнаны көріп жатқандарыңызға көп рахмет. Міндетті түрде лайк басып, комментария жазып, подписаться батырмасын басып кетеміз. Тіркелеміз достар, өйткені сіздердің әр тіркелгендеріңіз мен үшін мотивация, мен үшін ары қарай дамып, керемет жаңалықтар жасауыма себеп болады. Рахмет достар. Жаңа Қазақстан ғалыммен. Енді келесі жаңалық: Ольга Рыпакова, әлемнің 3 дүркін жүлдегері Ольга Рыпакова спорт мансабын аяқтады. Ол Азия чемпионатында, яғни Алматыда өтіп жатқан жерде өзінің спорттық мансабын аяқтағанын айтты. Ольгаға біз айтатынымыз көп рахмет. Қанша рет біздің көк туымызды көтеріп, қазақ елін асқақтатып, қаншама еңбегін сіңді. Ольгаға мыңда бір алғысымызды айтамыз, және сол сияқты біздің жастарымыз көп болсын. Ольгада спорт мансабын аяқтағанымен басқа спорттық жұмыстарға барып, әлі де Қазақстанды одан сайын биіктерден көтеруге көмегін әлі де тигізеді деген сенімдеміз. Рахмет сізге, Ольга Рыпакова десең. Рахмет сізге, Ольга. Достар, менің өтінішімді ұмытпай тіркеліп кетеміз және келесі жаңалыққа өтеміз. Жаңа Қазақстан ғалыммен. Достар, енді келесі жаңалық: Қазақстаннан Турцияға қазақтың атынан 100 дана киіз үй тігіліпті. Киіз үй алғаш болып Қахрамараш қаласында тігіле бастапты. Байқаймыз, күн суық, 20 адамға дейін сияды деп қазақстандық тілші Нұрбек Бекбау мәлімдеді. Достар, Түркияда зілзаладан құрбандардың саны 30 мыңға жуықтады. Түрік бауырларымызға қайғырып көңіл айтамыз және бәрі орнына келуіне тілектеспіз. Қайда болсақ та аман болайық достар, қайда болсақ та аман болайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Арнаға тіркелгендеріңізге көп рахмет. Достар, келесі кездескенше күн жақсы.
Патенея, патене. Патенея, патене. Жаңа Қазақстан ғалыммен.